Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздермен үй жағдайында осылай гүлдей ашылып құлпырып тұрған көзге жағымды, асқазанға дәмді, тойымды гүлханымдарды дайындап көрсететін боламын. Алдымен бір шай кесе суымызға бір ас қасық тұзымызды, бір жұмыртқамызды, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей менде қамыр дайын, начинкасын дайындағанша бір шетке қоя тұрамын. Енді начинкасын дайындауға кірісемін. Бір сәбізді күштен өткізіп саламын, қаламасаңыз қоспасаңыз да болады. Тұз және дәмдеуіштерді қалауыңыз бойынша қосуыңызға болады. 2 ас қасық сұйық май салдым. Достар, қажетті заттардың бәрін описаниеде қанша кеткені жазып кететін боламын. Сіздер үйіңізде адам санына қарай жасай бересіздер. Начинкасында дайындап болдым. Ендеше қамыр жаюға кірісемін. Қамырды жаймай бұрын осылай қолымда кішкене үлкейтіп аламын. Қамырдың тегіс жайылуына көмектеседі. Қамыр жайып болдым. Енді қамырымызды осылай бір тегісті майлап алатын боламыз. Енді қамырымызды бөлектерге бөліп осылай кесіп шығатын боламын. Ендеше гүлханымдарымызды орауды бастаймын. Мінекей гүлхандарымызды да жасап болдым. Ендеше газдың астын қатты қойып 40-45 минутта пісіріп аламыз.
Мінекей достар, өте әдемі дәмді болып піскен гүлханымдарымыз да дайын. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.